Ой, не бәле біздің топқа кілең кішкентайлар жинап берген ба? Именно кімді меңзеп тұрсың, Зарина? Сен емес екеніңді білсе болды ғой. Сонда бізді айтып тұрсың ба? Досым, уайымдама, бізді айтып жатқан жоқ. Расул, қоя ғой болды, сен айтып тұрған жоқ. Егер де сен айтатын болса, атында айтатын еді ғой. Расул, Аят, Бағлан, сендер осы топтың ең маңызды адамдарсыңдар. Сондықтан еш жерден қалып қоймаңдар. Сонда бізге лидер болуға болады ма? Лидерді білмеймін, бірақ пиццаны қашан береді бізге? Қайдағы пицца? Сет жоқ, условиясы жоқ жерде пицца береді дегенге сенесіңдер ма әлі? Сенің бар уайымың сетеге не подписчигіма зеп қатысып қорқасың ба? Хотя менде уайымдайтын нәрсе бар ғой, мұнсыз емеспін сендер сияқты. Қыздар, менің кітаптан оқуым бойынша. Сенің ақ кітаптан оқымайтының жоқ екен. Тоф, қыздар, қойындаршы болды. Әкеш бер картаны. Сендердің бітпейтін әңгімелерің көп екен. Одан да сайыс туралы ақылдасайық. Сезін тәте, уборныйға барып келсем болады ма? Я, Аят, барып келе ғой. А то сенсіз ешқайда бара алмай қаламыз. Так, қыздар, жігіттер, нау тұрған сары тіс, сары аймақ біз тұрған жер болып тұр ғой, Я. Айтасың, әкеш бізді. Кеттік онда тұрайық. Аят, сәлем. Сәлем. Сен қай топта едің? Айна апайдың тобында. Сені Санжар ағай Сая апайдың тобына жібереді ғой. Сол жақта Ермекті Айна апайдың тобына жіберіп жатыр екен. Айта саласың ба? Аха. Мен бос болмай тұр едім. Аха, жарайды. Жарайды, пока. Әрін таптым ғой сіздерді. Аят, сен мұнда не қылып жүрсің? Тобың қайда? Санжар ағай мені осы топқа жіберді. Ал Ермек сені Айна апайдың тобына жіберді. Бар сояқа. Не өдек бетті мұна бар? Тоғанда, томында деп. Рахат братан, сіздің қасыңызға қала берен, ана кішкентай балдардың қасына барғым да келмейді. Адам ауыстырмайды, бір рет айтылды дегендері қайда? Бірақ Кәусарды ауыстырып жіберді ғой. Сондықтан дымға таңғалмау керек. Қыздар, мүмкін ойлам қалған шығар. Жарайды, оны чекеттік. Ту, братан, қасыңызда қала берен. Ермек, Санжар ағай айтса, значит сенің ауысуың керек. Келесіде бірдеңе қылармыз, тобыңа бара ғой. Я, Ермек, уайымдама. Бірақ мен саған данный момент көмек салмаймын. Санжар ағайды көрдің ғой, менің өзіме не деп отқанын. Так что ренжіме, хорошо? Хорошо. Аят, келе ғой. Қыздар, картаны беріңдерші. В общем, мына жерден. Ананы қараңдар, бояу деп тұр. Көрдіңдер ма? Мен бір секіріп ем, ортасына дөп түсіппін ғой. Шіркін кейде алғырлығыма таң қалам бар ғой. Салай ма, Мақпал? Көп сөйлемеш, а? Қош келдіңдер! Айнала әсем тамаша, бүгін Мақпалдың туған күні. Туған күніңмен, Мақпал! Қайдағы туған күн? Менің туған күнім қыста. Басына не киіп алған? Мақпал, шынымен туған күн емес па? Есіңе түсіріп көрші. Енді өз туған күнімді өзім ұмытып қалмайтын шығармын. Ей, қайдағы туған күн туралы айтып тұрсың? Сен кімсің өзі? Жамаусыңда! Туған күні десем, туған күні! Мақпал, туған күніңмен! Мақпал, туған күнің екен, несіне жасырасың? Мүмкін бір себептері бар шығар. Қыздар, қызықсыңдар, адам өзінің туған күнін жасыратын беді. Мүмкін сол күні мысығы көріп қалған шығар. Я, қыздар, ондай да болады. Менің бір туысқаным бар, ол да өзінің туған күнін жасырады. Мақпал, бүгін сенің туған күнің, солай ма? Көп сөйлемеш, а? Тоқтаңдаршы, может былай жасап көреміз? Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Мақпал, туған күнің менен. Ей, сен не? Есіңнен алжастың ба? Туған күнім емес десем. Туған күнің! Мен туған күнің десем, туған күнің! Неге жалғыз құттықтау керек? Қалғандарың не қарап тұрсыңдар? Так, былай жасайық. Ол бізден өзін айтқан орындағанымызды қалап тұр. Сондықтан да барлығымыз бірге айтайық. Я? Кәне, 1, 2, 3. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Мақпал, туған күнің менен. Қандай тамаша! Енді реттеліп келе жатыр. Мақпал, ортаға шық, биле! Ей, сендер не? Қуасыңдар ма? Қайдағы жоқты айтып? Туылған күнім емес менің. Еще биле дейді ғой. Билеңдер өздерің. Нұрбол, не істейміз енді?
Так, қыздар, жігіттер, уайымдамаңдар, мен қазір бір амалын табам. Ұста. Карина, тез келіңдер, ата басқа топ келіп қояды. Сасыра! Кет! Менің аралым ұйымшылдығы жоқ топты ұнатпайды. Топтарыңды жинап кел, кет! Қыздар, енше кішкене осы жерде күтетіңдер. Мен қазір қыздарды алып келейін. Мақпал, осындасың ба? Жүрш, бізде уақыт топ күтіп қалды. Қойшы, Карина, қайдағы туған күн? Менің туған күнім қыста. Білем, сен туған күн емескен, бірақ топ үшін рахмет дей салш, біз ана жетонды алуымыз керек, басқа топ келмей тұрып. Карина, сендер мен олай детский приколдармен мазақ қылмаңдар, хорошо? Әлде бұның бәрі сенің ойлап тапқан пранктарының бірі ма? Қаяқтағы пранк, не айтып тұрсың сен? Мен саған пранк жасайтын бір нәрсе деп педім. Карина, успокойся. Жай сөйле, а? Мен сенің ана айым, аминаларың емеспін. Сосын, сен маған олай өйт деп приказ берме. Қыздар, босаңдар, күтіп алып қой сендерді. Кетші. Қыздар, не болды сендерге? Топ болып бірге жүріп, бірге жеңіске жетеміз деп ойлап едім. Именно екеуіңнен осындай проблема шығады деп ойламаппын. Мені әдейі істет дейсің ба? Мақпалды шақыруға бара жатқанда өзі байқамай құлап кетті. Карина, қалай байқамай құлап кетті? Сен әдейі теріп жіберген жоқсың ба? Қойыңдар, өздерін шешіп алыңдар. Мақпал, барлығы жақсы ма? Жақсы болса, жүрші өтініші топпен бірге жиналайықшы. Қалайда басқаларға біз мықты екенімізді дәлелдеуіміз керек. Рахмет, Айнапай, сіздің балалармен жұмыс жасау техникаңыз арқылы мен біраз нәрсе үйреніп жатырмын. Жол болған ба әлде керісінше ма? Алдыңғы уақытта білерміз. Ал қазір том пішіп, ешқандай нәрсе ете алмаймыз. Енді жайлап үйретіп аламыз ғой. Сосын Саяпай анау Рахат деген баланы өзім тобына алама осы. Әбден сілесін қатыру керек. Санжар ағай, сізге қарсы шыққан емес, но ол осал жігіт емес. Бақнұр апайдың айтуынша, ол өте қызуқанды әрі активный жігіт. Сондықтан барлығын осы бастан дұрыс сап алғандарсыз. Жас екендеріңіз осы жерден көрініп тұр. Саяпай, бірінші ескертуім болсын, менің әңгімен талқыланбайды. Сосын бірдеңе деп сөйлеу үшін сізде я тәжірибеде жоқ, я практикада жоқ. Жарайды, енді қараңыздаршы, біздің ұлағатты ағайымыз мықты екен, балалардың әбден есін шығарды ғой. Мен қазір заттарын реттеп келейін. Санжар ағай, Саяпайға артық айтып қойдым деп ойламайсыз ба? Мен ештеңеде артық айтқан жоқпын. Менің әңгімем талқыланбайды. Оппана, ровно кеппіз ғой. Чё там? Нұрбол көрінбеді ғой, қайтарып жіберді ма? Кеттік. Айнала бүгін әсемкеш! Айналаны менен әсемдеш! Ермек, бүгін сенің туған күнің! Ермек қайда? Неге топ түгел емес? Менің аралымнан түгел болмай өтпейсіңдер. Кет! Кет! Бүгін Ермектің туылған күні ма? Бізге неге айтпады екен? Оны басқа топқа ауыстырып жіберген жоқ па? Қыздар, жігіттер, сендерге бір түрлі болып көрінбей ма? Мына ағайдың түрінен мен уже қорқып жатырмын. Айым, бүгін мен қасында жатшы. Как раз ұйықтайтын уақыт талқылайын деп тұр едік. Қыздар, тыныш, не болды сонша сендерге? Қыздар, Насыр дұрыс айтады. Тынышталайықшы. Насыр, өз қыздарың айтшы тыныш деп. Бізді тынышталдыратын сен емес. Ерке, осы маған солай көріне ма, әлде шынымен солай ма? Өзің Насырдың сөзіне көп қосылатын бопсың, байқа. Қыздар, кішкентай қызға сонша тиіспен не болды сендерге? Таттава солай түспеңдерші, хорошо? Кішкентай деп алдауларына түсіп қалмаңдар. Қазір кішкентайлардан біраз нәрсе күтуге болады. Айым, сен басқалардың өзің сияқты көрмесей? Осы бота, өзің бір жағына шықсай, то мұнда, то анда. Амина, осы жаңа ғана қорыққаннан қасыңа жататын адам іздеп тұр едің ғой? Бұлай қарасам, сайрап тұрған тек тілің екен ғой? Қыздар, қойындаршы, басыма ұрып кетті уже. Дұрыс айтасың. Қыздар, сендер қашан қоясыңдар? Азаннан кешке дейін сендердің әндерін тыңдаумен болдық қой. Одан да мына жерден қалай өтеміз? Ана клоунды не істейміз, соны ойласақ та? Может, ұрып бір жерге тығып кетерміз.
Қыздар, осыны мен бір кітаптан көргенмін. Оның айтқанын тыңдасақ, өте аламыз. Сенің кітаптан оқығанды жасайтын болсақ, айдалада қалатын сияқтымыз ғой. Бізде ермектің туған күні деп айтып тұр. Значит, бізбен бірге ермек болу керек емес па? Сол ғой айтып тұрғаным. Ермек басқа топта емес па? Аят, мұнда келші. Саған Санжар ағайдың точно өзі айтты ма біздің топқа ауысасың деп? Иә, жоқ, тоқта. Карина тәте уборныйда ауыстырамын деп айтқан. Санжар ағай айтса керек. Браво, Карина. Мен оны басылды ма десем, әлі өз темасында жүр екен ғой. Рахат, енді не істейміз? Бір амал бар шығар. Олардың тобын осы жерден күткеннен басқа бізде амал жоқ. Вроде олардың топтарда түгел емес сияқты. Чотам Рахат, бауырыңмен бұрынғы ғашығың көрінбейді ғой. Олар ма? Олар тағы да бірдеңе ұйымдастырып жүрген шығар. Кішкене қол тисе солға олардікі.